Барлығыңа ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Барлығы бір сұрақты қойған екен. Таймфреймнің қай уақытында сауда жасауға болады және де схемаларды айтып жіберші, трендтерді айтып жіберші деген екен. Соны бәріне жауап бергім келіп айтқым келіп тұр. Так что ағайындар, видео кішкене болсын қызықты болады деген сендерге ойдамын. Комментария, лайк, репост бәрін жасап тастаңдар, чтобы осы видео рекомендацияға өтіп кету үшін соңына дейін көріп тастаңдар. Ал мен кеттім. Мен өз басым таймфреймнің уақытында, например, мен времядан 1 минутты таңдап сауда жасаймын. Және де 5-15 секундтан қарап отырып сауда жасаймын. 5 секундтан особо қатты ештеңе шешілмейді, но қарап отқанға қызығырақ. Ал 15-30 секундтықтардан уже бір палочкадан көбейеді, и все. 1 минуттың 15 секундтықтың жарты палочкасынан и все, бәрі тағдырың шешіледі. Так, соны айтқым келіп тұр. Мен өз басым айтып отырмын ғой, 15 секундтықтан қарап сауда жасаймын, немесе 5 секундтықтан. Маған кезінде айтқан, анализ жасап сауда жасау үшін бірден бір секір деп айтқан, үйреткен адам. 5 секундтық, например, бірден бір секір деген 5 секундтықтан 30 секундқа секірем, 30 секундтықтан 5 минутқа секірем. 5-тен 30, 3 сағат и 30 күн. 30 күнден особо қатты дым көрінбейді. Міне, дым көрінбейді. Так, түсінген шығарсыңдар. 5 секундтықты қарап анализ жасаймын, 30 секундтықты қарап анализ жасаймын, 5 минуттықты анализ қарап жасаймын, 30 минуттықты анализ қарап жасаймын. Так, сендерге түсіндірдім деген ойдамын. Так что мен өзім 15 секундтық, 5 секундтықтан қарап анализ жасап, сауда жасап бастап кете беремін. Видеоны бастамас бұрын, сауда жасамас бұрын менің өзімнің VIP каналым туралы айтқым келіп тұр. Ол жақта тегін обучение, тегін сигнал, тегін Telegram VIP канал, тегін схемалар, стратегиялар барлығы бар. Видеоның осы төмен жағында шығуы мүмкін VIP каналым туралы. Ол жақта барлығы бар, барлығы тегін. Сендерге бесплатный описание арқылы кірсеңдер, мен сендерді қабылдап бәрін өзім түсіндіретін боламын. Лично маған жасаңдар да мен сендерге жауап беріп отырамын. Ол жақта тек қана салып қана отырмаймын, маған жасаңдар болды. Мен сендерге жауап беріп, не істеу керек, қалай істеу керек, бәрін түсіндіретін боламын. Так что ағайындар, VIP канал сендер үшін ашық. Тез описание арқылы кіріп алсаңдар болады. Мен командаға адамдар жинап жатырмын. Так что ағайындар, кеттік. Мен бірінші схемаларды айтпас бұрын және де трендтерді айтпас бұрын, мен бірінші 2 плюс шығарып алғым келіп тұр. Счетта 28.604 теңге. Так, ағайындар, нарезкасыз 2 сауда сходу шығарам. Так что видео қызық болады деп ойдамын. Лайк басамыз, репост жасаймыз, коммент көп жазайық, рекомендацияға шығып кету үшін, және де видеоны соңына дейін көріп тастаңдар. Так, бізде уровень поддержки мына жерде, мына астында, мынадан жоғарға кету керек қазір. Но 5 секундтықты қарайтын болса, қазір это 5 секіріп отыр. Мен 15 секундтықтан қараймын. Бір қарап алам, сосын барып 5 секундқа кетем. Мына жақтан, уровень поддержки мына жерде. Так, мына жерден жоғарға кетіп баратыр. Егер бір точка болсын, мен жоғарға деп алып қалам. Немесе қазір басқаша точка болатын болса, төменге деп алып қалам. Қазір мен жоғарға деп алып қалдым. Суммада 6000 теңге. Қайттан түсіндіріп кетейін. Кім жаңадан қосылып жатқан подписчиктар, трейдингке келіп жатсаңдар, мына жақта валютная пара, шын ақша және де өтірік ақша, демо ақша. Барлығын советовать ететінім, менің демо ақшамен бірінші сауда жасалыңдар. Мынау сендердің ақша толтыратын жерлерің, мынау сендердің аккаунттарың, сумма қоятын жерлерің 500 теңгеден бастап жоғары кетеді. Мынау уақыт, адамдардың мнениялары, сатып аламыз немесе сатып жібереміз. Мына жақта сызатын таймфрейм, мына жақта мынандай схемаларды қойып алатын нәрсе бар. Так, бірінші сауда бізде плюсқа шықты. Вау, қазір тағы да жоғара кетіп бара жатыр. Мен ойым кішкене тоқтай тұрайын, сәл күтейік, бір точка болсын. Так, түсінбедім, 500 теңге қойылып кетті. Мына жақта 6000 теңге тұрған сияқты еді. Жоқта түсініксіз бір зат болып жатыр. Өзінен өзі 500 теңге қойылып кетті. Так, мен бұл жерде қазір төменге деп алып қалам. Қазір соны тамашалаймыз. Неге 500 теңге қойып кетті, мен соны түсінбей жатырмын. Тағы да қойып кетті ме екен? Маған қызық болып тұр, 500 теңге. Неге 500 теңге қойылып кетті?
Бізде сонда 3 плюс болып тұр ғой қазір, 2 плюс емес. 500 теңге шықты. Қазір тұр тағы да бір рет қойылып кетсе, мен таң қалмаймын. Бізге ең важный 27 теңге өзінен өзі қойылып кетіп жатыр. Түсініксіз бір зат болып жатыр. Неге ондай болып отыр? Неге именно мен видео түсіретін кезде постоянно осындай бір заттар болып тұрады? Мен таң қалам. Так, біздің алтын теңге мына жерде важно, мына 27 мың теңге что-то не то. 500 теңге бір қойылды. Біз қазір просто так минусқа тығып жатыр. Оған мән бермейміз. Біздікі ең важный бірінші болып алтын теңге. 6 мың теңге, 61 мың теңге плюс 27 мың мен алтын теңге плюсқа шығып кетті ағайындар. Йоу, тема. Күшті болды. Так, қазір сендерге схемаларды айтам, және де трендтерді айтатын болам. Короче, ағайындар, жаңағы 2 плюс жайдан жай шыққан плюс емес екен. Оны менің командам плюс шығарып отыр екен. Олар маған жазып, ойбай, сіз сауда жасап жатсыздар ба деп, осындай видео түсіріп жатсыз ба деп айтып жатыр. Иә, мен видео түсіріп жатырмын, түсінбей қалдым қайдан шыққан плюстар деп. Сөйтіп, қазірше олар қоя тұрды. Так, ағайындар, бізде сонымен грубо айтқанда 4 плюс болып кетті. Но ничего страшного, бәрі плюстамыз, минус ешқандай болған жоқ. Так, мен сендерге енді тренд және схеманы айтып кетейін. Қараңдар, мынау бізде қазір мына жерде бар. Мынаны бізде падающая звезда деп аталады. Мынау. Мынаны керісінше қоятын болсақ, бізде топор деп аталады. Жоғары қарай кетеді. И осыдан кішкентай болып, мынау керісінше қарап тұрады. Мынау бізде падающая звезда дейді. Көрдіңдер ғой? Түсінікті, падающая звезда деген төменге түсу деген сөз. Мына жаққа дейін төменге түседі. Бізде бір схема, міне, падающая звезда деп осылай аталады. И мына жерде де болған, мына жерде де болған. Так, тағы да бізде трендтерден восходящий тренд, нисходящий тренд деген бар. Мынау бізде восходящий тренд. Жоғарға кету. Восходящий тренд және де нисходящий тренд. Осыны жаттап алыңдар. Кішкене көтеріліп келе жатыр ма, уақыттан 2-3 минутқа алып, жоғарға деп алып қойсаңдар болады. Мынау восходящий тренд болып саналады. Мынау нисходящий тренд, төменге қарай кету сауда. Егерде бізде қазір төменге кетіп жатыр, и әлі де төменге кетеді, мына жаққа дейін, потом барып жоғарға көтеріледі. Восходящий тренд болып саналады. Мына жерде қазір медвежий тренд ойнады да, төменге қарай кетіп бара жатыр сауданың бәрі. Қазір осы жерден бычий тренд ойнайды, жоғарға қарай кетеді. Менің айтқанымдай, мына сызықтағыдай төменге кетіп бара жатыр, қазір содан кейін жоғарға асықпай көтеріледі. Восходящий тренд, нисходящий тренд. Короче, ағайындар, өзімнің VIP каналымда білесіңдер, мына жерге қайтадан видео шығуы мүмкін. Барлығы тегін, описание қалдырып кетемін. Мен командама адам жинап жатырмын. Барлығымыз қосымша табыс табу үшін қазақша трейдинг өз қазақ бауырларыма арналған, сендерге арнап түсіріп жатырмын. Так что мен қолдап кетіңдер. Осы видеоны рекомендацияға шығарып тастай, комментті жаза беріңдер. Видеоны соңына дейін көріңдер, лайк басыңдар, мені қолдап кетіңдер. Барлығыңа сау, келесі видеоны күтеміз ағайындар. Және де мен сендерге барлығын түсіндірдім деген ойдамын. Егер де жаңадан келіп жатқан подписчиктер осы видеоны көріп қалсаңдар, менің қазақша обзор трейдингте бірінші видеом бар, соны өтіп көріп ақырындап жоғары қарай кете беріп өздеріңе опыт жинасаңдар болады. Так что ағайындар, бәріңе сау.